Бәріңізге сәлем. Бүгін біздер сиқырлы қағазға сурет салу арқылы әртүрлі мобтарды шығардық. Егер сізге қызық болса, онда видеоны жалғастырыңыз. Мынаны қараңыздар достар. Ну, мейлі, до конца, давай, до конца, қырыл. Так, короче, достар, бүгін біздер мінекей екінші суретіміз салайын деп жатырмыз. Бүгінгі біздің сурет салатын екінші күніміз. Ал қазір мен мінекей бірінші қарсыласымды салайын деп жатырмын. Яғни мен бірінші монстр салатын боламын. Мен қазір салқым келіп тұрған монстр ол Джаггернаут, яғни өзімнің қиялымдағы бір Джаггернаутты салқым келіп тұр. Ол үшін бұлай Джаггернауттың мүйізін істейміз. Одан кейін қарамен осылай Джаггернауттың фукет бұлай көзін, сосын бір бит аузын салайық. Көзін бұлай қып-қызыл қойсақ қалай болады екен? Осылай екі жағында қып-қызыл болып тұрса, по идее нормально болатын сияқты. Мынау Джаггернауттың иығы болсын, короче, иығы дәу болады олардың. Так, мынау қолдары, короче, мен саған мынаны қараңыздар. Так. И одан кейін мынау, короче, денесі болсын да, не деген дене. Мынау, короче, аяғының саны, мынау и аяғы, короче, Так, біздер ортасын бұлай қып-қызыл бірдеңеге қоя салайық, типа реактор сияқты бір нәрсесі болсын. Джаггернауттың и нам былай қойып қоямыз. Все нормально шыққан сияқты. По идее қараңыздаршы, нормально сияқты да, маған нормально көрініп тұр по идее. Так, Джаггернаутты осылай бояп тастайын. Қазір мен сіздерге көрсетемін қалай шыққанын. До конца қараңыздар. Иығын осылай жасыл түспен обязательно бояуымыз керек. Так, хоп. Так, достар, мінекей мен өзімнің Джаггернаутымды салып болдым. Мына жерге қазір мен енді Джаггернаут жазып қояйын. Так, все осылай жазып қоямыз. Хоппана, мінекей біздің Джаггернаутымыз мінекей суреті шықты. Енді қазір енді осыны мод арқылы шығара аламыз екен. Көреміз, давай. 1, 2, 3. Мынаны қараңыздар достар. Ё-майо, мынау примерно мен салғандай Джаггернаут қой. Просто көз мынандай екен, нормально мынандай. Енді кішкене суреттегідей болмаса да, бұлай негізі жақсы Джаггернаут секілді де. Қазір енді бұның бізге қарсыласын салу керек. Қазір енді мен қарсыласына кімді салсам екен? Дәу осындай бір мутант салсам қалай болады екен, Достар, мынан дәу үлкен Джаггернаутқа мен қарсылас таптым. Ол үшін қазір біздер осындай дәу дөңгелек саламыз. Ішіне осылай Джаггернауттың қарсыласының бетін саламыз. И мынаның бәрін бізге бояп тастау керек. Осылай дәу дөңгелегімізді бояп тастаймыз тез. Хоп, осылай тез бояп тастаймыз. Қазір мен сіздерге көрсетемін қандай дәу монстр салғанымды. Енді мынау дәу бола ма, дәу болмай ма білмеймін, бірақ менің ойымша дәу болғаны жақсы ет негізі. Сол кезде мына Джаггернаутқа мықты қарсылас болады деп ойлаймын. Так, мынаның ішінде жасылмен мынаның ішінде жасылмен емес, давай сарымен бояп көрейікші, сарымен бояймыз. Так, қоңыр түспен осылай, короче, спираль саламыз. Бұл енді айналып тұратын монстр болады, короче, айналып кесетін монстр болады. Так, бұлай спиральдарын саламыз, короче, мықты болайын деп тұр біздің монстрымыз примерно. Так, осылай хоп деп осылай салып тастайық. Все нормально. Мына жерге бір көзін саламыз, мына жерге давай бір аузы болсын. Так, бұның атын біздер спираль деп қояйық, короче, спираль болсын. Мінекей достар, мәссаған, мінекей мынаны қараңыздар, біздің спираліміз дәл осындай болып шықты. Ал енді көрейік. 1, 2, 3. Достар, мінекей біздің спираліміз шықты. Ё-майо, мына екеуі төбелесіп жатыр. Мынаны қараңыздар. Ё-майо, қараңыздар, төбелесіп кетті мыналар. Не болып кетті? Өліп қалды ма не біздің спираль? Жоқ. Братан, өлмесей, давай до конца өзіндікін берме. Мәні кішкентай болып қалды, достар, қараңыздар. Біздің Джаггернаут өзімен өзі өліп жатыр. Неліктен екен, Так, короче, мен спиральға тағы да бір шанс бердім. Давай, до конца қырылыңдар, Неменеге өліп қалдың, сен спираль? Мәссаған, мен сені мықты десем. Давай, до конца бол. Хорош, мәссаған. Мынандай бірдеңе атады екен. Мәссаған, достар, мынаны қараңыздар. Біздің шығарған спираліміз өліп қалды, прикинь. Сонда мына Джаггернаут мықты болып тұр ғой да. Молодец, Джаггернаут, сен бүгінгі біздің видеомыздың жеңімпазысың. Так, онда біздер өзіміздің келесі суретке көше берейік те. Ал құрметті көрермендер, бүгін біздер енді өзіміздің екінші суретімізге көшеміз. Қазір біздер енді екі дәу монстрлар шығаратын боламыз.
Ал короче мен өзімнің бір дерзкі идеямдағы суретті салғым келіп тұр. Ол суретті салу үшін короче мен дейтін бұлайды ол айдаһар саламыз. Айдаһар емес, динозавр. Давай динозавр саламыз. Короче мынау динозаврдың іші, мына аяқ короче құйрығы ғой, былай құйрығы кетеді динозаврдың. Мынау короче динозаврдың аяғы осылай. Саған мынаны қараңыздар, не деген аяқ мынау. Так, мынау короче бүйтіп басы ғой, мынау басы и артында осындай көк бір айғыры болсын да, осындай дәу көк айғыры болсын. Нормально по идее біздің динозаврды. Так, суретіміз эффективно шығу үшін осылай бояп тастайын шеттерін, чтобы әдемі көрінуі үшін. Динозаврдың да ішін осылай оранжевый түспен бояйын, сырты әдемі қоңыр түспен көрініп тұру үшін. Енді мен кішкене суреттер сала алмаймын, сол үшін біртүрлі суреттер шығуы мүмкін, бірақ негізі әдемі шығып жатқан секілді өзіме. Динозаврдың көзі осындай болатын бе, так қызылмен бүйтіп аузын салып қоямыз ба? Мынандай тырнақтарын салып жібере салайын, на всякий случай. Айтпақшы осындай қол болады екен ғой, да, оның қол болады екен осындай. Қолын былай қоямыз, все, по идее нормально сияқты. Так, бұлай кішкене узор бірдеңелерін келтіріп жіберейін. Воля, мынада қараңыздар, мәссаған, мен почти керемет сурет чекем ғой, да? Достар, мынаны қараңыздар. Йо-майо, мынаған салған суретім мынаяқта кәдімгідей айнытпай шығып тұр ғой. Мына динозаврды қараңыздар, не деген керемет динозавр. Йо, дәу ғой. Давай, братишка, сен ан жаққа бара тұр кішкене. Сен маған қазір кедергі келтіресің. Давай, әр жаққа бара тұр деймін саған. Ал мына динозаврдың енді біздер қарсыласын салайық. Қарсыласын мен примерно тауып қойдым. Оны да, короче, біздерде осындай басты қоян болады. Қоянның денесі мынау. И мынау, короче, қоянның қолы. И мынау, короче, қоянның аяғы ғой, короче. Мынау қоянның мынандай құйрығы болсын. Типа айдаһарға ұқсас қой, короче. Қоянның ішкі қарнынан, жаңағы ішек қарындарын осылай бояп тастаймыз, чтобы дерзкі көріну үшін. Так, аяқтарын дұрыстап салып жіберейін, анық көрініп тұру үшін. Хоп, міне екі қолы. Бізде қоянның басты қабілеті, короче, мынауғы. Так, бұлай точкалар салып кетейін, короче, қазір көрсетемін не үшін қоян таңдағанымды. Қоян бізде осындай дәу қылыш секілді айырып алады, осындай. Мәссаған, мынаны қараңыздар. Йо-майо. Мынаумен, короче, жануардың любой ішек қарын тесіп кетеді ғой. Так, мен, короче, болдым, қоянды салып, и мінекей біздің қоянымыз осындай. Бұл енді дәу бола ма, дәу болмай ма білмеймін. Қазір енді көреміз. Ал 1, 2, 3. Мәссаған, құтта қандай шыққан қояныз? Достар, мынаны қараңыздар, құтта қандай қоян шықты. Так, давай, мына екеу қырылан ма екен енді? Давай, қырылыңдар, екеуің. Давай, қырыласыңдар ма? Мәссаған, кетті төбелес. Давай. Йо-майо. Мәссаған, қоян екеу кеткен ба не? Ну, мейлі, до конца, давай, до конца, қырыл. Әкес, мына динозавр кәдімгідей мықты екен. Мынаны қараңыздар, жаңағы қоянның теріс түсіп қалған да датауы. Базар жоқ, мына динозавр кәдімгідей мықты екен. Йо-майо. Тістерін қараңыздаршы, кәдімгідей азу тістері бар, өткір. Так, короче, достар, бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге ұнаса лайктарыңызды басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі бөлімде кездескенше.